Магомед Кажаевтың яратушылығы, айырым айтсақ оның ятлаулары, хабарлары, мақалалары тек бізге, шайырлерге, журналистерге туыл, ноғай тілін сүйе тағанлардың бәрісіне де мәнелі кереклі. Ана тілін сүйген, сол тілді ұсташа yazып та, сөйлеп те болған yazушы Магомед Кажаев әрбір оқушыман, оның яратушылығыман қызықсына таған әрбір әдеммен айырым сөйлейді. Нәсіп ерті тұра таған еді деген кітабы тек яңыларда баспаланса да, мен ойлайман бұл кітапты көп адамдар оқығандыр. Yazушы өзінің балалығы, туып өскен ауылы, жүрегіне әзіз ювықлары, кең орамларда бірге ойнап жүрген теңлері естен кетпес оқу yılları ақында хабарлайды. Ярасық, шебер, бай тілмен жазылған бұл повесть. Магомед Ямырза ұлы әрбір өзгерісті әлгі заманман теңлестіріп, өз ойларын айтады. Қайбірімізді бұл яшаудың қиынлығын қайтып өтпеге, өзін тиісліші жүрітпеге үйретеді. Повестте құжырлы ерлерді бар. Аңламлы тілмен жазылған шығармады балаларға да, үлкен әдемге де оқымаға тыныш. Әрбір әдем өзіне керек ойды, маслағатты табады бұл шығармада. Кітапке Магомед Кажаевтың хабарлары да кірген. Алтын балық, бұзда, күнә, келін, айхай яшауым менім. Автордың хабарлары бек күшлі мәнелі. Әрбір хабар айырым бақты, сүйім, әдемшілік, көргенсізлік ақында автор арамызда жүрген әдемлердің қасиетлері мен, ойлары мен, іслері мен хабарлайды. Кітапте Магомед Ямырза ұлының мақалалары да баспаланған. Менімше, журналистика оның яшауында айырым орынды тұтады. Тек өзі біліп қалмай журналистикадың сырларын, Магомед Ямырза ұлы басқаларға да сол сырларды ашқан. Мен де оннан көп затларға үйренгенмін. Кітапты бек қызықсынып оқымдым. Басқаларға да оқыңыз деп маслағат етемін. Өзіңіз де оқып, балаларға да оқытыңыз.